Сәлем достар, біз бүгін сіздермен осындай медовый пряник жасайтын боламыз. Қажет заттардың мөлшерін описанияға жазып кетемін. Бізге қажет заттар: ұн, разрыхитель, қант, сары май, мед, ас содасы, қаймақ. Бірінші разрыхителімізді жартысын ғана қосып, ұнымызбен араластырып аламыз жақсылап. Сосын сары майымызды құямыз. Қантымызды саламыз. Сосын қаймақ құямыз. Қаймақ менде қолдың қаймағы, микроволновкаға еріткенде осылай май сияқты еріді. Келесі кезекте медымызды саламыз. Жарты шай қасық сода. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Міне менде осындай сұйықтық шықты. Енді осыған ұн салып, қолымызбен жақсылап илейміз. Міне осындай болып шығады біздің қамырымыз. Сосын майланған табанымызға кішкентай бөліктерін алып, осылай дөңгелектеп қоясыздар. Міне мен барлығын қойып алдым. Енді духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіресіздер. Әркім духовкасы әртүрлі, сол үшін қарап тұрыңыздар. Міне біздің пряниктеріміз дайын. Дәмі өте керемет. Каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.